Biz Ернұр екеуміз бүгін атадан балаға мирас болып қалған ұлттық құндылықтарды жаңғыртуды қолға алдық. Әрине, қазір бізді қызықтыру өте қиын екенін біле тұра, Ернұр ағай маған Корея киноларын көріп, жүрген тұсаулағыш жасап, оның ішіне жоғалған салт-дәстүрмен ұлттық құндылықтарды суретін шығарып, басқа да ұлттық киімдерімізді, таңдақтарымызды болашақта тағы жолымыз үшін оқушылар көрген сайын естеріне түсетіндей тәрбиелік мақсатта жасап мектебімізге іліп қоюды ұсынды. Иә, дұрыс айтасың. Ұлттық құндылығымызды, салт-дәстүрімізді біз жоғалтпауымыз керек. Біз болашақ ұрпаққа осы суреттермен неше түрлі жаңашылдықпен жеткізе білуіміз керек. Міне, біздің жетістіктеріміз осындай керемет болып шықты.